Қандай тамаша ауа, қандай керемет күн. Жаңа күндеріңіз жақсылықтарға толы болсын. Барлық алдарыңыздағы жоспарларыңыздың барлығы орындалсын. Мешіт Алланың үйі. Қандай тамаша күн. Бүгін менің көңіл күйім тамаша дегендей, әр күнде көңіл күйлеріңіз тамаша болып, әр қашанда қуанып жүріңіздер. Таңғы Әйтеке би ауданының көрінісі. Таңғы серуен. Баршаңызға сәтті күн тілеймін. Қош келдіңіз Әйтеке би дейді. Қош көрдік. Әйтеке би ауылының таңғы көрінісі. Таңғы ауылдың көрінісі. Тағы да мен әрдайым әр таңда ерте тұрыңыздар, ерте ояныңыздар, күліп ояныңыздар. Алдарыңызға үлкен биік арман, мақсаттар болсын. Сол армандарымызға жететін, мақсаттарымызға жететін күнде әрекеттер жасайық. Өздеріңізді жақсы көріңіздер, өздеріңізді күтіңіздер, денсаулықтарыңызды. Өмір адамға Алланың берген керемет сыйы, сол адамға бір-ақ рет берілетін Алланың аманаты деп айтуға болады. Сол өмірде ең басты адам бұл адамның өзі, өздеріңіз боласыздар. Әр қашанда өздеріңізді жақсы көріңіздер. Барлығы жер бетіндегі, өмірдегі барлық тіршіліктің бастауы адамның өзінен басталады. Егер де сіз денсаулығыңыз мықты болатын болса, өзіңізді жақсы көретін болсаңыз, өзіңізді күтетін болсаңыз, денсаулығыңызды өзіңізге осындай тамаша өмірдің тамаша кезеңдерін сыйлай білетін болсаңыздар, өздеріңізге тамаша табиғи дұрыс тамақтануды өздеріңізге міндеттеп сондай жауапкершілік алатын болсаңыздар, өмірлеріңіз өте тамаша болады. Оған менің ешқандай күмәнім жоқ. Әр қашанда өздеріңізді жақсы көріңіздер. Адамның ішкі жан дүниесі қандай деңгейде, оның барлығы біздің сыртымызда, сыртқы келбетімізде, айналамызда көрініп тұрады. Сондықтан да әр қашанда өздеріңізді жақсы көріңіздер. Өздеріңізді жақсы көріп, өздеріңізге барлық жақсы нәрсені алуға, көруге, өздеріңізге рұқсат беретін болсаңыздар, сол өздеріңіздің бойыңыздағы тамаша, керемет нәрселердің барлығын махаббатты бойларыңыздағы сіздер айналаларыңызға бере аласыздар. Сондықтан әр қашанда қуанып жүріңіздер, жарқырап жүріңіздер, күндей жайнап, гүлдей жарқырап
құлпырып жайнап, әрқашанда жақсы ниетте, тамаша ойда жүріңіздер. Барлығы керемет болады. Барлығы біздің ішкі ойымызда, барлығы біздің ішкі жағымызда жатыр. Сол біздің ішкі дүниямыз тамаша болатын болса, бойымыз рухани азыққа мол болатын болса, барлығы керемет болады. Күндеріңізге сәттілік. Бүгінгі қасиетті жұмада тілеген барлық тілектеріңіз қабыл болсын. Алла тағала әрқашанда тілегімізді қабыл етіп, жан-жағымызды аман етіп, ұзақ та бақытты, дәулетті ғұмыр кешулеріңізге шын жүрегімнен тілекшімін. Баршаңызға таңғы сәлем Әйтеке би ауданынан, Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданынан. Мен сіздерді жақсы көрем.